Баршаңызға сәлем, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Видеоларымызды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздерге дәл осындай қатпарлы болып шығатын пияз қосылған қаттаманың рецептісімен бөлісеміз. Ол үшін бізге су, ұн, жұмыртқа, туралған көк пияз және ерітілген сары май қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Оның үстіне тұзымызды саламыз, жұмыртқамызды және венчикпен кішкене осылай араластырып жібереміз. Енді оның үстіне ұнды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне, құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай эластичный қамыр шығу керек. Мен қамырды бірден 3 бөлікке бөліп демалдырып қоям. Бірақ ол міндетті емес, сіздер бөлмей осылай демалдырып болғаннан кейін бірақ бөлсеңіздер болады. Бірақ мен осылай бірінші осылай бөліктерге бөліп алып, сосын барып демалдыратын боламыз. Сіздер 3 бөлікке бөлу міндетті емес. Үлкен зуала жаңағыдай 2-ге бөліп, осылай қамыр жасай беруге болады. Бірақ мен осылай 3 бөлікке бөліп жасап көрейін дедім. Мен осылай әдемілеп зуала етіп аламыз дағыны. Ыдысымызға кішкене ұн сеуіп, қамырларымызды саламыз. Егер осылай дәлмен сияқты істейтін болсаңыздар, онда қамырлардың арасына міндетті түрде осылай ұн сеуіп қойыңыздар. Себебі демалып жатқан кезде олар бір-бірімен жабысып қалуы мүмкін. Бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Міне, біздің қамырымыз демалды. Енді жақсылап жұп-жұқа етіп барлық қамырларымызды жайып шығатын боламыз. Жайып болған қамырларымыздың үстіне дәл осылай ерітілген сары майды жағып шығамыз. Және де көк пиязымызды дәл осылай сеуіп шығатын боламыз. Енді дәл осы қамырымыздың үстіне екінші жайылған қамырды қойып шығамыз. Оның да үстіне дәл осылай сары майды құйып, жақсылап жағып, көк пиязымызды сеуіп шығамыз. Барлық қамырларды дәл осылай жасап шығамыз. Міне, енді үшінші қамырды да осылай бетіне қойып, оның үстіне де майды жағып, пиязды сеуіп шығатын боламыз. Міне, енді видеода көрсетілгендей дәл осылай кесіп шығамыз қамырларымызды. Енді осылай рулет сияқты бір-бірімен орап шығамыз. Шамамен дәл осындай мен 2 бөлік қамырды орағаннан осындай болып шығады. Осылай бір-бірімен біріктіріп, үстіп қоямыз барлығын. Менде шамамен 4 бөлік шықты. Егер мен сияқты 3 зуала жасайтын болсаңыздар, сіздерде одан да көп шығуы мүмкін. Енді дайын болған қамырларымызды осылай тарелкаға салып, 5-10 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Себебі арасындағы майлары шамалы қату керек.
Міне құрметті көрермендер, біздің қамырымыз тоңазытқышта тұрды. Енді қамырларымызды дөңгелек етіп шамалы жайып алатын боламыз. Осы жерде арасына көп ұн қосудың қажеті жоқ. Жайып жатқан кезде егер шамалы жабысып жатса, кішкене ғана себіңіздер, бірақ көп қосмаңыздар. Осылай барлығын жайып шығатын боламыз. Енді әрқайсыларыңызда табаларыңыздың көлемі әртүрлі, сондықтан өз табаларыңыздың көлеміне қарай жайып алыңыздар. Осылай барлық қамырды жайып шығатын боламыз. Енді қызып тұрған табаға шамалы май құйып, дәл осылай бір-бірден екі бетін қызартып, пісіріп аламыз. Міне осылай күрекшенің көмегімен шамалы осылай дөңгелете отырып пісіретін боламыз. Міне асты қызарды, енді екінші бетіне ауыстырамыз. Оны да шамамен 5 минуттай пісіретін боламыз. Міне дәл осылай барлық қамырларымызды пісіріп шығамыз. Міне құрметті көрермендер, біздің қатпарлы болып шыққан қаттамамыз дайын. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, видеоны бағалап, лайк басып, комментарий жазып, және подписация етіп кетуді ұмытпаңыздар. Және де өз жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.